Мен 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 7-де бірінші жаттығуды орындаймыз. Есепті толық түсіну үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бірінші есептен бастаймыз. Бізге симметрия принципі бойынша жазық айнадағы үшбұрыштың кескінін салу керек. Бізде бұл жердегі мынау біздегі айнамыз. Яғни айнамыз және де мынау тұрған үшбұрыш, осы үшбұрыштың кескінін салуымыз керек. Яғни үшбұрыштың мына басы бізде былай жылжытамыз үшбұрышты шамалы. Мына жерде тұрсын дейік. Осының кескінін салуымыз керек, яғни айнадағы кескінін. Оны қалай саламыз? Мынау белгілеп алайық нүктелерді А, мына жері Б, мына жері С деп алайық. Енді кескін көрінеді, яғни бұл жерде А штрих болады деген сөз. Және де дәл сондай ара қашықтыққа Б-ны саламыз. Яғни мына жерде 3 клетка тұр, 3 клетка болса, дәл осы А штрихтан 3 клетканы аламыз. Мына жерде болады деген сөз. 1, 2, 3. Бұл Б штрих болады. С дегеніміз мынау айнамен қашықтығы бірдей қылып, С нүктесін саламыз деген сөз. Яғни айнамен қашықтығы бізде 1, 2, 3, 4 клетка болып тұр. Значит, біз мына жерден 4 клетка санаймыз деген сөз. 1, 2, 3, 4. Міне, мына нүктеде бізде С штрих болады дейді. Енді осы біз нүктелерді қосып шығамыз. Так. Былай. Және мына жағынан тағы да мынау А мен Б нүктесін қосамыз. Яғни біздегі мынау бұл бізде симметрия принципі бойынша АБС үшбұрышының кескіні осылай болады екен. Сұраққа жауап. Адам жазық айнадағы өз кескінін толық көру үшін айнаның өлшемі қандай болу керек дейді. Адам өзінің бейнесін толық көру үшін айнаның биіктігі оның биіктігінің жартысынан кем болмау керек. Яғни ол қалай? Мысалы, H деп тұрғанымыз бұл H бұл айнаның биіктігі болса, ол H деген адамның бойының ұзындығы болсын, бөлінген 2-ге тең болады деген сөз. Мысалы, мына жерде мен мысал ретінде адамның бойы 154 сантиметр деп алдым. Онда оның көзі шамамен 10 сантиметр биіктікте орналасады. И осы биіктікте адам көзінен шығатын жарық сәулелері айнаның жарық биіктігінен шағылады да, аяқты және бастың да кескінін көруге мүмкіндік береді екен. Сонда осылайша толық кескінді көру үшін айнаның минималды биіктігі мынаған тең болу керек. Мынау үшінші есепте айнаның алдында биіктігі 2 сантиметр А және Б әріптері қойылған. Және де оны айнадағы кескінін салуымыз керек. Мынау айна болсын, бізде осы жерде А әрпін саламыз. Яғни ол 2 сантиметр дейік. Мынау 2 клетка бізде 1 сантиметр болады. Сонда мынау биіктікте болады деген сөз. Мына А әрпі, биіктігі 2 сантиметр. Енді осының кескінін саламыз. Яғни бірінші мына нүктені алайық. Мына нүктенің симметриялы айнадағы кескінін көшіреміз. Яғни дәл қандай қашықтықта тұр айнадан, сондай қашықтыққа көшіреміз деген сөз. Міне. Және мына нүкте. Бұл нүктеде 1, 2, 3, 4, 5 клеткадан кейін тұр. 1, 2, 3, 4, 5 клетка. Мына жер деген сөз. Так, 1, 2, 3, 4. 4 клетка. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жер. Мына жер емес. Өшіреміз. Так, енді мынау үшін көшіреміз 3 клетка. 1, 2, 3 клетка міне. Бұлай нүктесін қоямыз. Және де мынау ортасындағы сызығы. Так, бірінші осы 3 нүктені қосып алайық. А әрпінің. Так, осылай қосамыз. Так, бұны мен басқа әріппен белгілеуім керек. Мынау бізде айнадағы кескіні. Енді мынау ортасындағы сызық, бұл мынау нүктесі 2 клеткадан кейін салынған. 1, 2 клетканы саламыз. Мынау және мына жерде болады деген сөз. Бұл бізде айнадағы кескіні симметриялы көшірген кезіндегі. Енді Б әрпін саламыз. Дәл осылай айнамызды белгілеп алайық мына жерге. Так, енді Б әрпін 2 сантиметр дейді. Так. Мына бізде айнамыз, мынаның кескіні. Мына нүкте бізде 1 клеткадан кейін мынаған саламыз. Одан кейін мына астындағы екінші нүкте, ол 3 клетка қараймыз. 1, 2, 3 клетка. Сонда 1, 2, 3 клетка мына жерде тұрады деген сөз. Кескіні. Так, енді мынау 1 клеткадан кейін, и мына жері 3 клеткадан кейін, мынау тұрады. И мына бөлік, мына басы 1, 2, 3 клетка. 1, 2, 3 клетка мына жер деген сөз. И мынау бөлігі мына жерде тұрады деген сөз. Енді осыларды қосып шығамыз. Бұлай. Яғни кескін теріс болады. Өйткені айнадан қарап тұр. Міне. Бұл Б әрпінің кескіні. Төртінші есеп.
екі жазық айна 90 градус бұрыш жасап орналасқан. Осындай күрделі айнада бақылаушы нені көреді, яғни n-ді табуымыз керек, қанша кескін көретінін табуымыз керек, иә. Оны табу үшін n тең 360 бөлінген альфа минус 1 деген формуланы қолданады екенбіз. Осы жерде 360-ты 90-ға бөлеміз, азайтамыз 1-ді. Сонда 360-ты 90-ға бөлетін болсақ, бізде 4 шығады, 4-тен 1-ді азайтамыз, 3 болады. Сонда адам 3 кескін көреді деген сөз. Так, жауабы 3. Так, 5-ші сұрақта жазық айналы перископтың құрылымын суретке салып түсіндіріңдер дейді, және де қандай да бір денеден перископта тарайтын сәулелердің жүріс жолын сызып көрсетіңдер дейді. Мысалы, мынау бізде дене болатын болса, осы денеден сәуле тарайды, былай. И мынау бізде перископтағы бірінші айнамыз, бұл 45 градуспен орналасады. Яғни мынау так, былай сызатын болсақ, мысалы перископта, мынау 45 градус, яғни мына жері 45 градус деген сөз, иә. И бұл сәуле осыған келіп ары қарай шағылады. Яғни мына бұрышта бізде 45 градус деген сөз. Мына 45 қандай градуспен түседі, яғни сол градуспен шағылады. Және де ол осылай неден жүріп өтеді, жолдан жүріп өтіп, мына екінші айнаға келеді. Бұл екінші айнада тоже сондай 45 градуста орналасады. Яғни мынау жерлері 45 градус болады, 45, мынау 45 деген сөз. И осы айнаға келіп түсіп, қайтадан шағылып, и көзге келеді. Яғни мынау біздегі бақылаушы, иә. Сонда объекттен шыққан жарық ол 2 рет шағылады деген сөз. Яғни 2 рет осы екі айна бойынша 45 градуста орналасқан айна бізде 45 градуспен орналасады. Так, 45 градуспен орналасады деген сөз. Яғни сол айнадан, екі айнадан шағылып барып, біз оны көреміз. Яғни перископтың жұмыс істеу принципі осындай.